Әбдул қойюм. Жоқ. Әбдул қойюм. Міне, осындай арабтың қиын сөздерін дұрыс айтып үйрену үшін біз тәжвид ережелері кітабын оқуды одан ары қарай жалғастырамыз. Оқулықтың авторы Әбдул қойюм ұстаз. Бұл кітаптың ішінен бүгін біз қосымша деген тақырыпты өтеміз, ал бұл тақырыптың ішінде 3 ереже қамтылған. Бірінші ереже: уақыф етілген сөздің соңы кәсірақты нун немесе кәсірақты ро болса, кәсіраға ұқсас үнмен уақыф етіледі. Енді бұл ереже түсінікті болу үшін мен сіздерге бірнеше мысал беремін. Бірінші мысал: фасмауни сөзі. Фасмауни деген сөздің соңына қарасақ, кәсірақты нунмен аяқталып тұр. Яғни, мынау нун әріпі мынандай кәсірамен аяқталып тұр. Егерде уақыф жасасақ, яғни тоқтасақ, фасмауни деген сөзіміздің соңы сукунге айналады. Фасмаун деп тоқтаймыз. Фасмаун. Бірақ уақыт жасағанда тоқталған кезде кәсіраққа ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Кәсіраққа ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы не? Кәсіраға ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы тоқталған кезде езуімізді екі жаққа керу, бұлай. Яғни, кәсірақты айтқан кездегідей қалыпта ернімізді ұстау. Фасмаун. Фасмаун. Не істейміз? Ернімізді екі жаққа керіп тоқтаймыз. Кәсіраны айтқандай. Кәсіраны айтқанда и деп айтамыз ғой. И дегенде ерін екі жаққа кетеді ғой кәсіраны айтқанда. Тура сол сияқты ернімізді екі жаққа жібереміз, бірақ та кәсіраны айтпаймыз. Яғни и харпін айтпаймыз. Фасмаун. Фасмаун. Фасмаун деп бұлай тоқтасақ, ол бұл ережеге қайшы болады. Біздің ережеміз қандай еді? Уақыт жасалған кезде сөздің соңы кәсірақты нунмен немесе кәсірақты ромен аяқталатын сөз болса, кәсіраққа ұқсас үнмен деген мағынасы ерінді екі жаққа жіберумен не істейміз? Уақыт жасаймыз. Фасмаун. Фасмаун. Тағы бір мысал: акромани деген сөзді алайық. Акромани деген сөздің соңы кәсірақты нун. Оны уақыт жасағанда, яғни тоқтағанда акромен деп тоқтаймыз. Не істейміз? Акромен. Езу екі жаққа кетеді. Не үшін езу екі жаққа кетеді? Өйткені біздің ереже бойынша кәсірақты нун немесе кәсірақты ро мен аяқталатын харфтерді уақыт жасағанда кәсірқа ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Кәсірқа ұқсас үн дегеннің мағынасы ерінді екі жаққа жіберіп тоқтау деген сөз. Акромен. Акромен. Тағы бір мысал: назири десек. Назири деген сөздің соңы кәсірақты ро әрпі болып тұр. Ри деп аяқталып тұр. Егер уақыт жасасақ, назир деп уақыт жасаймыз. Кәсіраққа ұқсас үнмен назир деп уақыт жасаймыз. Кәсіраққа ұқсас үн деген мағынасы ерінді екі жаққа жіберіп не істейміз? Уақыт жасаймыз. Өйткені біздің ереже бойынша сөздің соңы кәсірақты ро немесе кәсірақты нун болса, не істейміз? Кәсіраққа ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Назири. Назир. Назир десек, ол дұрыс болмай қалады. Ерніміз жиырылып айтылса, ол дұрыс болмайды. Ол кәсіраққа ұқсас үнмен уақыт жасалған болмайды екен. Келесі мысал: накири деген сөзді алсақ. Накири деген сөзіміз соңы кәсірақты ро әріп болып тұр. Демек, қандай үнмен уақыт жасаймыз? Кәсіраққа ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Накир. Накир деп езуіміз екі жаққа кетеді екен. Келесі екінші ереже: уақыт етілген кезде соңғы харфіміз даммақты нун болса, онда даммаққа ұқсас үнмен уақыт етіледі. Мысалы, настаин деген сөз алайық.
Нәстәғину әсілінде бұл сөз. Соңғы әрпіміз не? Даммақты нун әрпі. Бұл даммақты нун әрпін тоқталған кезде нәстәғин деп даммаға ұқсас үнмен тоқталамыз, уақыт жасаламыз. Даммаға ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы тоқталған кезде ерніміз жиырылады. Біреуді сүйейін деп жатқан сияқты. Нәстәғин, нәстәғин. Яғни, нәстәғин деп езу екі жаққа кетсе, бұл біздің қағидаға қайшы болады. Біздің қағида бойынша даммақты нун әрпімен тоқталған кезде ерніміз жиырылып, даммаға ұқсас үнмен уақыт жасауымыз керек. Нәстәғин, нәстәғин деп тоқталады екенбіз. Сонымен қорытындылайық. Кәсіраға ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы езуді екі жаққа жіберіп уақыт жасау. Нәзир, нәкир деген сияқты. Ал даммаға ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы ерінді жиырып уақыт жасау. Мысалы, нәстәғин деген сияқты. Пайдалы кеңес. Балаларыңызды көргенде даммамен уақыт жасаңыз. Сол кезде олар кәсірамен уақыт жасайтын болады. Үшінші ереже. Уақыф етілгенде сөздің соңы тәштитті болса, ал тәштиттің үстінде даммақ болса, онда даммаққа бейімдеу. Кәсірақ болса, кәсіраққа бейімдеу. Фәтқа болса, фәтқаға бейімдеу дыбыспен уақыф етіледі. Енді бұл ереже түсінікті болу үшін мен сіздерге үш мысал беремін. Бірінші мысал. Вәлә жәннун. Бұл сөздің соңына қарасақ, тәштитпен аяқталған, және соңында даммақ бар. Демек, даммаққа ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Даммаққа ұқсас үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы ерінді дүрдейтіп, сондай қалыпта тоқтау. Вәлә жән, вәлә жән. Осылай тоқтаймыз. Ал енді екінші мысал, біл-хаққи деген сөз алайық. Бұл сөздің соңында тәштит бар, және сөз кәсірамен аяқталған. Демек, кәсіраққа бейімдеу үнмен уақыт жасаймыз. Кәсіраққа бейімдеу үнмен уақыт жасау дегеннің мағынасы езуді екі жаққа жіберіп, жымиған түрде уақыт жасаймыз. Ешқандай көңіл күйіміз болмаса да. Біл-хаққи, біл-хаққи, біл-хаққи. Езу екі жаққа кетеді. Үшінші мысал, вәтәббә деген сөзді алайық. Вәтәббә деген сөздің соңы да тәштит бар, және фәтқа бар. Демек, фәтқаға ұқсас үнмен уақыт жасаймыз. Яғни, ерніміз фәтқаны айтқандай қалыпта тұрады, бірақ фәтқаны айтпаймыз. Дегенді айтқанда ернің қалай тұрады? Асылай тұрады ғой. Сондай қалыпта ернің тұрады, бірақ фәтқаны не істемейсің, айтпайсың. Вәтәббә, вәтәббә, вәтәббә. Ернің фәтқаны айтқан сияқты түр танытады, сондай көрініс көрсетеді адамдарға, бірақ та фәтқаны өкпең шығармайды. Вәтәббә, вәтәббә деп айтамыз. Ал осы айтылған ситуациялардан басқа жағдайлардың бәрінде таза сүкінмен уақыф етіледі. Ешқандай фәтқаға да, кәсіраға да, даммаққа да ерніміз не істемейді, еліктемейді. Енді осы айтылған мәселелерді кітабымызда ашып оқып көрейік. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қосымша. Бірінші ережеміз мынау, яғни сүкінмен уақыф етілген сөздің соңғы харфі кәсірақты нун немесе кәсірақты ро болса, кәсіраққа ұқсас үнмен уақыф етіледі. Мысалы, фәсмәун, әкромән, нәзир, нәкир деген сияқты. Яғни бұл сөздерді айтқанда, тоқталғанда, езуіміз екі жаққа кетіп тоқтаймыз. Екінші ереже. Егер соңғы харф даммақты нун болса, даммаға ұқсас үнмен уақыф етіледі. Мысалы, нәстәғин, яғни езуіміз дүрдиіп, біреуді сүйейін деп тұрған сияқты қалыпта тоқталамыз. Үшінші ереже.
Егер соңғы харп тәштитті болса, ал тәштиттің үстіндегі харп даммақ болса, даммаққа бейімдеу, фатқа болса, фатқаға бейімдеу, кәсірақ болса, кәсіраққа бейімдеу дыбыспен уақып етіледі. Мысалы, вәләжән. Бұны тоқталғанда ерніміз дүрдиіп біреуді сүйін деп тұрған сияқты болады. Себебі соңғы харпіміз тәштитті. Вәләжән деген соңғы харп тәштитті. Және де үстінде даммақ бар. Вәтәббә дегенде тоқталғанда вәтәбб деп тоқталамыз. Яғни ерніміз фәтханы айтқан сияқты түр таңдат, бірақ фәтханы айтпайды. Себебі соңғы харпіміз тәштитті және үсті фәтхақты. Билхаққи деген тоқталғанда билхаққы деп тоқталамыз. Езуіміз екі жаққа кетеді күліп тұрған сияқты, бірақ та кәсірақта айтпаймыз. Себебі кәсіраққа ұқсасымен біз уақыт жасау керекпіз. Өйткені төбесінде тәштит тұр және де соңғы харп кәсірақты. Бұлардан басқа орындарда таза сүкінмен уақыф етіледі. Бітті.